Сәлем достар, біз бүгін ет қосылған қаттама нан пісіретін боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мен бұл жерде су мен сүтті араластырдым. Одан кейін үстіне тұз саламыз. Одан кейін ұнды саламыз және қопсытқыш. Яғни бұл жерде мен сұйық массамды жылы күйінде қолдандым. Яғни су мен сүтті жылытып алдым. Содан кейін барып қамыр илейміз. Барлық ұнды бірден салып жібермейміз, өйткені қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап илеп, біз оны тындыруға бетін жауып қоямыз. Достар, міне қамыр тындырып болғаннан кейін қайтара илеп қоятын боламыз. Енді мен салмасын дайындауға кірісемін. Менде пияз туралған және фарш. Достар, өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен өзім қара бұрыш және зираны қолдандым. Зира өте дәмді жақсартады. Енді бетін жауып холодильникке қоямыз. Мен қамырды 4 бөлікке бөліп аламын. Мен әрқайсысын домалақтап, әдемілеп жасап шығамын. Одан кейін бір-бірлеп жаятын боламыз қамырларды. Міне біреуін жайып болдым. Енді үстіне сары майды жағып шығамыз. Достар, мен осы бірінші жайылған қамырды осылай бір рет орап шығып жасап шығамын. Одан кейін екінші тәсілді мен басқаша етіп жасаймын. Холодильникке салып қоямыз. Достар, енді бұл екінші тәсіл мен көрсететін боламын сіздерге. Бірінші мына қамырды жайып және арасына ұн сеуіп, бұны шетке қоя тұрамыз. Және екінші қамырды жайып аламыз да, одан кейін міне үстіне салмасын салып аламыз. Одан кейін жаңағы шетке қойған қамырымызды бетіне қайтадан жайып, яғни бізде 2 слой қамыр болды. Осының үстіне енді мен сары май жағатын боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау менде үлкендеу болып шықты. Енді жұмыртқаның сарысын жақсылап әдемілеп жағып шығамыз. Алдын ала духовкамды қыздырып қойдым 200 градусқа. Енді біз қазір духовкаға салып пісіретін боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін мен қара күнжіт септім. Егерде болмаса, қолданбасаңыздар да болады. Енді біз духовкаға салып пісіріп алдым. Міне қараңыздар, қандай әдемі қытырлақ болып пісті. Достар, 2 тәсілмен де пісірген жақсы шықты, бірақ маған қатты ұнағаны осы кішіректеу ең алғашқы тәсілмен пісіргенім, бір рет қана қамырмен орағаным ұнады. Сіздер өздеріңізге қай тәсіл ұнайды? 2 орап пісірсеңіз де, 1 рет орап пісірсеңіздер де жақсы шығады. Бірақ
өздеріңіз біреуін таңдап пісірсеңіздер де болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Сымбат.